Сәлем достар, бүгін сіздермен казан кебаб тағамын дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Мен бұған сиыр және жылқы етін пайдаландым. Жалпы кез келген етті пайдалануға болады. Және де ірілеу етіп тураймыз. Мен етті алдын ала маринадтап алғанды жөн көрдім. Сол себептен барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын, паприкасын және өзім ұнататын дәмдеуіштерден базилик, орегано, кепкен сарымсақты және де китайский соль, яғни Қытай тұзын кішкене қосып, ең соңынан үстіне май құйып, барлығын жақсылап араластырдым. Негізі маринадтамай бірден пісіре беруге болады. Мен жай ғана дәмдеуіштердің сіңгенін қаладым. Сол себептен осылай маринадтап, бетін жауып 1 сағатқа қойып қойдым. Етімізді қуырмастан бұрын мен картопты қуырып алдым. Картопты ашып, тазалап, осылай кішкене тұз сеуіп, барлығын араластырып, одан кейін қызып тұрған майға жібердім. Майды осылай мол құйған дұрыс, сол кезде жақсы қуырылады. Және осылай қызартып, картоптарды қуырып аламыз. Отын барына шығарып, қызарғаннан кейін екінші жағына аударамыз. Казан кебабқа ұсақ картопты пайдаланған жақсы, өте әдемі болып көрінеді. Картопымыз осылай жақсылап қуырылғаннан кейін майдан сүзіп алдым. Картопымыздың барлығын осындай реттілікпен қуырып аламыз. Және осы майға бірден етімізді жібереміз. Жақсылап 15 минуттай осы майда қуыратын боламыз. Оттың астын барына шығарып қоямыз. Менде ұзақ пісетін ет болғандықтан 15 минут қуырдым. Және де осылай үнемі араластырып отыру керек, әйтпесе түбі жабысып қалады. Және 15 минут өткеннен кейін осындағы артық майларды құйып алатын боламыз. Артық майын құйып алғаннан кейін пиязымызды салып, бірге тағы да қуыратын боламыз. Пияз қуырылғаннан кейін, егер маринадтамаған болсаңыз, дәміне қарай дәмдеуіштерін, тұзын, бұрышын саласыздар. Және де бір кеседей су құямыз. Бір араластырып жіберіп, бетін жауып, 40 минуттай еттің өзін пісіріп алдым. Егер сіздерде тез пісетін ет болса, картоппен бірге қоюға болады. 40 минут өткеннен кейін картопты салып, бетіне жайып шықтым. Одан кейін кішкене тұз бен бұрыш сеуіп, тағы да 40 минутқа бетін жауып, орташа отта қайнатып алдым. Сонда менде шамамен 1,5 сағаттай пісті. Піскеннен кейін осылай әдемілеп қойып шығамыз. Ыдысымызға салғаннан кейін үстіне осылай пияз қойсақ, дәмдірек болады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді тағамдардан бірі. Видеоның соңына дейін қараған үшін рахмет. Каналыма әлде тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.